Арнаға қош келдіңіздер. Бүгін өз елінен тыс жерде де керемет даңққа қол жеткізген әйгілі үнді актрисасы Айшвария Рай жайлы айтатын боламын. Айшвария табиғат берген сұлулығын бағалайды. Босанғаннан кейін ол тіпті де толып кетіп, ұзақ уақыт салмақ тастай алмады. Көрермендер оны үнді масқарасы деп те жазды. Ол Канн фестивалінің қазылар алқасынан орын алған үнді киносының алғашқы өкілі. Енді осы және басқа ақпараттарды баяндайтын боламын. Қазақша каналымды қолдап, подписаться батырмасын басып, жазылып қоюды ұмытпаңыз. Айшвария 1994 жылы әлем аруы атағын алып, бүкіл әлемге сұлулығымен танылды. Содан кейін Болливудтың жұлдызы болды. Ол 1973 жылы Үндістанның Мангалур қаласында дүниеге келген. Оның отбасы құрметті және ауқатты адамдар болды. Әкесі сауда флотының офицері ретінде құрметті қызмет атқарды. Анасы танымал жазушы болды. Бала кезінен өнерді жақсы көрді және би мен музыкамен айналысты. Көп ұзамай отбасы Бомбей қаласына қоныс аударды. Онда болашақ актриса беделді колледжде оқыды. Үндістанда мұндай жақсы білім алуға мүмкіндігі аз болды. Қыз ағылшын тілін үйренді, бұл оның мансабына көмектесті. Ол өнер колледжінде оқыды, бірақ көп ұзамай модельдеу мансабын бастау мүмкіндігіне ауысты. Жас кезінде Айшвария Болливуд актері Салман Ханмен романтикалық қарым-қатынаста болды. Олардың романы 1999 жылы басталды. Жұптар көп жерлерде бірге жиі пайда болды, бірақ 2 жылдан кейін айырылысып кетті. Актриса айырылысудың себебін серіктес тарапынан үнемі қорлау фактілері болғанын айтады. Алайда Ханның өзі теріс қылықтар туралы айыптауды жоққа шығарып келеді. Кейін актрисаның таңдауы әріптесі Вивек Оберой болды. Бірақ роман өкінішті тез аяқталды. Бірақ көп ұзамай актриса әйел бақытына ие болды. 2006 жылы Байкерлер 2 шынайы сезімдер фильмінің түсірілімінде ол Абхикеш Баччанмен кездесті және 1 жылдан кейін ғашықтар үйленетіндерін жариялады. Хинди дәстүрі бойынша ата-аналар олардың некесін мақұлдады және 2007 жылы Баччан Айшварияның күйеуі болды. Үйленгенге дейін актер діндар болғандықтан әкесі мен анасының үйінде тұрған. Олардың үйлену тойы сол кездегі әлемдегі ең қымбат үйлену тойларының біріне айналды. Дәстүр бойынша неке қию рәсімі 3 күнге созылды. Мереке күндері Айшварияда пайда болған зергерлік бұйымдардың ішінде көк сафир алқасы бәрінің назарына түсті. Ондағы әрбір тас кемі дегенде $1 миллион тұрады. Актрисаның неке сақинасы үлкен гауһармен безендірілген. Оны Калькуттада Баччан отбасының досы Тина Амбани сыйлаған. 2011 жылы олардың қызы Арадхия дүниеге келді. Босанғаннан кейін актриса ұзақ қалпына келе алмады. Ол артық салмақпен күресті. Салмақ жоғалту процесі оған 2 жылдан астам уақытты алды. Ол ет өнімдерінен бас тартуды көздейтін арнайы диетаның арқасында салмағын жоғалтты. Сары баспасөз жасөспірім Арадхияның ата-анасының сұлулығын алмағандығын, оның әйгілі актер Амитаб Баччанға атасына тартқанын айтып мазақ етіп жүрді. Айшвария табиғаттың сұлулығымен марапатталған қасиетін бағалайды, сондықтан ол бет терісін мұқият қадағалайды. Бұл оған макияжсыз да керемет көрінуге мүмкіндік береді. Актрисаның құпиясы қарапайым, ол күніне 2 литрге дейін таза су ішеді және фастфуд жемейді. Ол қияр маскасымен терінің серпімділігі мен балғындығын қорғайды. 2018 жылы баспасөз олардың отбасылық мәселелері бар екен туралы айта бастады. Ерлі зайыптылар ажырасу туралы ойлайды деген қауесет тарады. Алайда олар мұны жоққа шығарды. 2019 жылы 2-ші баласын күтіп отыр деген тағы да қауесет қайта жанданды. Бұған себеп Гоадағы ерлі зайыптылардың бірлескен демалысының суретіндегі ішін жасырған созылған футболка кигендегі Айшвария Райдың көрінісі болды. Айналасындағылар жастайынан Айшварияның ерекше сұлулығына таңғалатын. Ол 18 жасқа толғанда модельдеу агенттігіне шақырылды. Айшвария Форд компаниясы ұйымдастырған супермодельдер байқауының жеңімпазы атанды. Біраз уақыттан кейін үнді сұлуы әйгілі американдық журналдың мұқабасын безендірді. Ол Үндістанның ең танымал қызына айналды. Оған күн сайын белгілі бір брендтің бет бейнесі болу туралы бірнеше ондаған ұсыныстар түсе бастады. 1994 жылы ол Үндістан аруы байқауына қатысуға өтініш бергенде ол бірден 1-ші орынға ие болу туралы фавориттердің қатарына кірді. Бірақ подиум жұлдызы тәжді ала алмады және Үндістан аруы атағы Сашмит-Сенге кетті. Актриса 2-ші орынға ие болды. Байқаудағы жеңілісті қыз оңай қабылдады. Ол тәжді басқа үміткерге тапсырғаннан кейін де көпшілікке күлімсірей қарады. Сол жылы Рай Оңтүстік Африканың Сан-Сити қаласында өткен әлем аруы халықаралық сұлулық байқауына қатысып, сенімді түрде
түрде жеңіске жетті. Қыз купальник, ұлттық киім және кешкі көйлек киген дефиле байқауының қазылар алқасын баурап алды. Үнді қызының нәзік фигурасы, оның жұмбақ көздері, сәнді шаштарымен үйлесіп, бүкіл әлем бойынша көрерменді жаулап алды. Әлем аруы атағын алған ең танымал қызға айналды. 1997 жылы Айшвария модельдік бизнесті тастап, актерлік мансаппен айналысуға шешім қабылдады. Оның үнді киносындағы дебюті Белградтағы халықаралық кинофестивальда үздік фильм атағына ие болған «Тандем» жартылай өмірбаяндық драмасы еді. Айшварияның сюжеттік желісі мен актерлік шеберлігі сынға алынды. Нәтижесінде қыз өзінің актерлік қабілетін жақсартуға шешім қабылдады. Және келесі жобада бала кезінен бастап ең жақсы көретін биге бәс тігеді. Жазықсыз өтірік картинасы 1998 жылы жарыққа шықты және жағымды пікірлермен қарсы алынды. Оның би шеберлігі бәрін таңғалдырды. Кино саласындағы танымалдылық актрисаға «Мәңгілік сенікі» фильмі шыққаннан кейін келді. Ол итальяндық музыкантқа ғашық болған, бірақ екіншісіне тұрмысқа шығуға мәжбүр болған қыз Нандинидің рөлін ойнады. Бұл жолы сыншылар оның эмоционалды ойынын атап өтті. 2000 жылы Айшвария осы фильм үшін өзінің алғашқы үздік актриса сыйлығын жеңіп алды. Сол жылы Рай Болливуд королі Шахрух Ханмен ойнаған «Ғашықтар» картинасы жарық көрді. Актриса мұнымен тоқтап қалмады және әлемдік мойындауды қалады. Көп ұзамай Айшвария Рай осындай мүмкіндікке ие болды. 2002 жылы ол «Девдас» музыкалық мелодрамасында ойнады. Бұл жұмыс шығармашылық өмірбаян үшін маңызды болды. Картина Канн кинофестивалі аясында көрсетілді. Ал Таймс журналы оны 1000-жылдықтағы ең жақсы фильмдердің бірі деп атады. Оның арқасында Айшвария Болливудтың сұранысқа ие актрисасына айналды. Сонымен қатар кино әртісі ретінде алғашқы әлемдік тануға ие болды. Үнді киносының жұлдызы үшін Болливудты жаулап алудың алғашқы маңызды қадамы Үндістанның шындығына бейімделген ағылшын тіліндегі қалыңдық пен алалаушылық фильміне қатысу болды. Таспа 2004 жылы жарыққа шықты және өте сәтті болды. Бұл актрисаға шетелдік кинодағы мансабын жалғастыруға және басты рөлдерді алуға мүмкіндік берді. 2007 жылы ол «Соңғы легион» фантастикалық экшн фильмінде пайда болды. Оның әріптестері британдық актерлар болды. Бұл Болливуд жұлдызы үшін жаңалық болды. Соған қарамастан ол рөлді лайықты орындады және көп ұзамай «Қызғылт пантера» 2 фильмде ойнауға ұсыныс алды. Онда ол әлемдік деңгейдегі актерлары Стив Мартин мен Жан Реномен кездесті. Уақыт бір орында тұрмайды және Болливуд жаңа адамдармен толықтырылып тұрады. Солардың бірі Приянка Чопра. Әдемі актриса, ол бірден керемет Айшвариямен салыстырыла бастады. Үнді киносының патшайымы бір кездер жас әріптесіне жақсы қарады. Бірақ 2009 жылы үздік актриса сыйлығының тұсаукесерінде номинацияның жеңімпазы Приянка сөзінде өзінің қарсыласы Айшвария Райды әдемі актриса деп атауда қателік жібереді. Әлем аруы 1994 үшін мұнда эпитет оның актерлік талантын айтпай-ақ қорлау сияқты естілді. Айшварияның достары тілшілерге оның ренжігені туралы хабарлауға асықты. Содан бері ол әріптестерімен араласудан өзін аулақ ұстайды. Актриса Канн кинофестивалінің қонақтарын дүрліктірді, бірақ оның «Тыныш Омута» фильміндегі рөлімен емес, сыртқы түрімен таңғалдырды. Бұған дейін әрдайым классикалық макияжды ұнататын актриса кенеттен қызыл кілемде ашық күлгін ернімен пайда болды. Айшвария қоғамдық жұмыстарға көп уақыт жұмсайды. Ол бірнеше рет танымал брендтердің өкілі болды. 2004 жылы актриса Айшвария Рай қорын құрды. Оның мақсаты Үндістандағы мұқтаж адамдарға көмектесу болды. 2020 жылы Айшвария мен оның қызы Арадхя Бомбайдағы негізгі ауруханаға жатқызылды. Бұл коронавирустық инфекцияны жұқтыру аясында болды. Айшвария Канн кинофестивалінің қазылар алқасынан орын алған үнді киносының алғашқы өкілі болды. Таза үнді қызы тіпті әлем аруы байқауында да жабық купальникте пайда болды. Актриса бұрынғыдай соншалықты қарқынды болмаса да, актерлік өнерді жалғастыруда. 2023 жылы Ұлы Кавери «Киял ғажайып» экшн фильмінің 2 бөлімі жарық көрді. Онда Үндістанның оңтүстігіндегі Чола империясының ең ұлы билеушісі болған Варманың шытырман оқиғаларының жалғасы. Атақты актрисаға қатысты ойларыңыз болса, комментарияға жаза кетіңіздер. Құрметті көрермен, каналым ұнаса, алдағы уақытта да жіберіп алмау үшін подписаться батырмасын басып, лайк басып, қазақша каналымды қолдап отырыңыздар. Алда көптеген жұлдыздардың өмір жолдары баяндалатын болады.